астында күн сөнгенше сөнбейміз, ел алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Саламатсыздар ма, құрметті қазақстандықтар? Бүгін сіздермен Жан Шыңғыс, құрылып жатқан Алаш партиясы бүгін бізге тағы да көмек сұрап келген Іле ауданы Ашбұлақ ауылдық округінде орналасқан Жомарт саяжайының тұрғыны келіп отыр. Бекназарова Гүлімхан апайымыз келді. Бұл жерде сіздерге қысқаша айта кетейік. Өкінішке орай саяжайларда қазір заңсыз әрекеттер көп. Оның ішінде Жомарт 5,5 адам тұратын Жомарт саяжайында бұл етек алып отыр. Нақты бұл жерде өздері жерлерін заңдастырып сатып алған азаматтардың құжаттарына қарамастан қазіргі төрағадан екінші адамдар сатып алып, қайтадан осы жерлеріне, құжаттарына таластар болып жатыр. Сондай бір мәселеге байланысты қиындық көріп отырған азаматшамыз келіп отыр. Қазір өзі қысқаша айта кетсін. Гүлімхан апай, қысқаша айтып беріңізші, сіздің қай жыл көшіп келдіңіз, кімнен сатып алдыңыз, одан кейін қанша ақшаға сатып алдыңыз, одан кейін құжаттарыңыздың бәрін көріп отырмын, бәрі нақты. Кімге жасаттыңыз, кім қазір сіздің жеріңізге таласып отыр, соны қысқаша айтып кетіңіз. Саламатсыздар ма? 2009 жылы осы саяжайды мен Жомарт деген жігіттен сатып алған. Ол госактымен $10,000 кезінде сатып алған. Сөйтіп бір-бірімізге көпре продажа жасады. Госактын маған бәрі менің атыма өткізді. Содан кейін барып жерімді көруге бардым. Сол арқылы барғанымда ол кезінде Шаяхмет болған, өзі председатель. Председатель Шаяхметті өзім тіпті көрген жоқпыз, біз көрмедім де, тіпті көрмедім. Бірақ та осылай анда-мында бір собраниелерге өзім қатысып тұрғанда көрген ол кісіні. Сол Шаяхметтің өзі келместен барды келді балдарын бізерге алдымызға салып жіберді да, барып жерін көрсетіп беріңіз деп бізді алдына салып жіберді. Келді де, ол бала келді да, сол бізге сол жерді көрсетіп берді. Несін точкаларын атып берді да, айтты: тәте, осы жер сіздікі, енді осы жерге үй сала бересіз, мына қазықтарды жоғалтпаңыз деп. Сол 2011 жылы бардық та, сол жерге времянка көтеріп алдым. Ол жерлер действительно жолда болған, ол жерлердің бәрін тегістеп, жан-жағымыздың бәрін реттедік. Тегістеткенде көрші екеуміз тегістеттік, ол да біледі, ол да бар, қазір ол кісілерде отырады 10 жылдан бері. Үйімнің артында как раз мынау не дегенімде, үйімнің артында красный линия деген. Еще ол жерде су жүрген кезінде. Артынан бірақ лоток тастағаннан кейін ол су қашып кетті. Енді мен ол жерге времянка көтерілгеннен кейін, одан бері 15 жылы алдында легализация басталды. Сол легализация басталған кезде барып легализация жүгіріп, легализация жасаттым. Техпаспортым, барлығын заңды жасаттым. Енді осы күндерде, осы күн келе-келе маған жақында бір жігіт келді үйге келіп бүйтіп айтты: тәте, сіздің үйіңіз дұрыс емес жерге салынған. Үйіңіз негізі артынан шығару керек, үйіңіздің артынан мына алды деді, маған берілген деді. Сосын мен госактың қайда, сенің нөмірі қайсы, қалай келдіңіз деп айтқанда, ол кісі маған бүйтіп айтты: менің өзімнің госактым бойынша жерім бар. Бірақ та ол жерде басқа бір кісілер үй салып алған, времянка. Сол кісілермен мен соттасып, бірақ та мен ол кісілерге сол жерді тастап кетуге тура келді. Потому что үлкен кісілер екен, бала шағалары бар екен, ол кісі де оралман екен. Бала шағалын аядында председательге хабарласып едім, председатель айтты: осы жерде бір бос жер жатыр, сол жерге бар, саған ала қой. Сол жерді сен председатель сатқан ғой, басқа сіздің артыңызда. Иә, менің алдымдағы, сол менің алдымның несін алды да, сол бос жер жатқан жер деп соған берді. Қандай председатель, аты кім? Председатель ол қазіргі бұрын кеткен Шаяхмет, қазіргі Абдрахман. Фамилиясы? Абдрахман, фамилиясы Смайылов ба? Смайылов. Сол сатқан, сол. Иә, Жомарттың қазіргі Абдрахман деген председателіміз. Өзі де келді машинасымен. Сөйтіп мен: Абдрахман, неге ондай жасап жатсыз? Мен енді қалай 10 жылдан бері тұрып жатырмын. Құжатыңыз бар? Құжатым бар, легализациям бар, барлығын көрсеттім. Менің енді кезінде неге жаңағы заңсыз дұрыс емес болған болса, неге енді сол келген балдар кезінде земельный комитеттен, архитектурадан келген балдар неге айтпайды: тәте, мынау сіздің жеріңіз дұрыс емес, үйіңіз артына қарап тұрды, неге сіз мына жерге үй салып жатырсыз деп, неге олар мені тоқтатпайды кезінде. Қазір енді барлық заңдасып, бәрі болып болған кезде маған уже солай деп тұрды Абдрахман. Ол кісі не деді содан кейін?
Сосын мен Абдрахманға айттым, менің бәленбайға көтерген скважинам бар. Скважинада қазір оңай емес, біздің мен құсаған мать одиночкаларға скважина қазір шығару оңай емес. Бәленбай жылдан кейін ол ағарды, суы кетті, жақсы қазір енді істеп тұрған скважинамды ана баланың жеріне қалып қойыпты. Мен енді не істеймін деген кезде маған айтты, скважинамызды алып береді, ана жаққа салып береді дейді. Мен айттым, ол жер екі есе сай, а мен ол жерді қалай көтеремін сайды? А мына бала давай, онда сіз ана жақтан әкеліп не қамысыз, неге мына баланы осы жаққа отырғызбасқа? Тем более азамат екен, жас екен, отбасылы, үлкен қолында қаражаты бар бала екен. Неге ол артқа неге тұрмасқа? Неге мені былай жылыстады екен? Неге сіздің үйіңізге? Иә. Сізге сонда жаңа төрағасын айтқан адам сол дачаның ген планын басқа құжаттар көрсетті ма қолыңызға? Ештеңе көрсеткен жоқ. Сіздің ойыңызша енді бұл жерде өкінішке орай құрметті қазақстандықтар осы Жомарт саяжайында біз 3 жыл бойы осы жерде халықтың мүддесін көтеріп қазір ауыл статусына байланысты Қасым-Жомарт Тоқаевқа ұсыныс бердік, саяжайда ауыл статусын берсін. Өйткені ең бірінші жерге байланысты махинациялар мен жер сату заңсыз әрекеттер осы жерде ең бірінші етек алып отыр. Ол құпия емес. Осы Жомарттан бізге бірнеше адамдар келіп жатыр. Осы кісі сияқты үйлерін салған бәрі заңды, бірақ жаңа келген төраға олардың жерлерін тағы бір басқа адамдарға сатып, осындай араларында қиындықтар туындап жатыр. Енді сіздің ойыңызша бұл жерде басқа карта бар деген ойдасыз ба, Жомартта? Иә. Екінші карта бар. Мен кезінде бірінші 2009-да, 2011-де үйімді көтеріп жатқанда маған көрсеткенді. Сол кездерде менің көшім қадымгідей сол жер сізге келтірді. Бір үйлердің бәрін орталарын көрсетті. Осы үйдің дұрысынан тартасыз, тәте, осылай деп жаңа балдар көрсетіп кетті. Енді одан кейін бәленбай жыл асып кетті ғой, енді мінекей заңдастырдым. Сол кездерде қарасам, енді менің үйім тағы былай жылжығанда Асхат деген земельный комитетке өзім барып хабарластым. Земельныйдің Ашылақтың земельныйда істейтін азамат па Асхат деген? Иә, ол бізді негізі Жомартқа бекітілген бала екен. Земельныйдің баласы соған бекітілген. Сөйтіп ол жігітке барып, мен картаңызды көрсетіңізші, мынау дегенде менің үйім артынан түсіп тұрды. Мен былай жылжытқан. Үйімнің алдында басқа бір менің тағы бір фамилиямен не көріп тұрды. Сосын мен айттым, неге былай жасатқан менікі? Признайте, что екінші карта пайда болған ғой, мына Шаяхмет кетіп па, Шаяхметтің кезінде ма, бір екінші карта пайда болған мүмкін емес дегенде басын шайқап қойған. Несін дұрысты айтпайды да маған, просто мен бірақ білемін екі карта пайда болып кеткеніне. Потому что үйлер бір-біріне тығыз неғылып кетті да, орналасып кетті да, уже ортада бір орындық тағы босап қалады. Ол қалай не қылады, ол қайдан шыққан ақшалар. Міне, құрметті қазақстандықтар, біз осы уақытқа дейін жемқорлыққа қарсы комитетке, агенттікке арыз жаздық. Осы видеоны қазір жемқорлыққа қарсы агенттіктің жаңа төрағасына және Іле ауданы бойынша Алтықбай Бауыржан Рахатұлының көңіл бөлуін талап етеміз. Осы уақытқа дейін 3 жыл бойы біз шырылдап келдік. Осы Жомарт саяжайында екінші карта бар деп айтқанбыз. Және де Жомарт саяжайының 174 гектар жері заңсыз бөлініп, қазірге таңда әлгінге дейін сатылып жатыр. Зардап шегіп жатқан қарапайым халық. Бұл жерде тұратын азаматтар 80% өзіміздің қандас бауырларымыз. Заңды түрде өздерінің еңбек ақыларын сатып алады. Қазір таңда бұлар салған жерлерін таласып, басқа адамдарға сатып, екінші мәрте ақша талап етіп отыр. Сондықтан мен қазір бұны видеоға түсіріп отырған себебім сол. Бұл нақты дәлелденген факт. Міне бұл азаматшаның өзі айтып отыр, міне бұл кісі. Қолында госак, техпаспорт, бәрі құжаты бар бола тұра, бұл кісінің қазір жеріне таласып отыр. Ал картаны сол жерде жаңа Асхат деген архитектор маман, менің ойымша жемқорлыққа қарсы агенттік осы Іле ауданының архитектура, сәулет, құрылыс қызметкерлеріне аса көңіл бөлгені дұрыс. Өйткені осы жемқорлық рисклардың бәрі, жер сатудың бәрі саяжайлардан орын алып отыр. Біз неге Жомарт ауыл статусын берсін деп отырмыз? Бұл азаматшаның қазіргі жері заңды, ешкімнің бұл жерде құқығы жоқ таласуға. Бірақ қазір бұл кісіні өзінің кінәлі басқа адамға сатқаннан кейін жерін тартып алмақшы. Бірақ біз оған жол бермейміз. Қазір бұл азаматша бізге арыз тастап кетеді. Біз ертең жемқорлыққа қарсы агенттікке шығып, осы арыздар бойынша осы Жомарттың жерін толықтай ген план қайта көтертеміз. Мен енді 11 жылдан бері осы жерде тұрамын, 11 жылдан бері мына үйде тұрамын. 11 жылдан бері бір адам келіп, мына менің жерім емес, жерім, тәте босатып беріңіз деп бір адам келіп маған шағым істемеген. Ол қайда қалды оны 11 жылдан бері мысалы өйтті. Соған айтайын деген жанымызға, бізде оралман, біздерде бұқара халыққа
көмектесетін адам жоқ. Заң жүзінде ештеңені көзіміз көрмегеннен кейін бізді алады да былай жылжытады, әлде басқа жерге көшіріп жібереді. Дұрыс айтасыз. Сондай нелер көп естіп жатырмын. Сол себептен осы мәселемді шешіп беруіңізді өтініш етіп сіздің алдыңызға келдім. Мен уже шаршап кеттім. Неше жылдан бері барып ақша төлей береміз, түсінбедім. Ешкімге мен әрқайсысы осы Алаш партиясына көмек сұрап келген әрбір азаматқа айтамын. Алаш партиясы халықтың партиясы. Өздеріңіз білесіз, сіздер 3 жыл бұрын мен Жомартқа барғанда да Алаш деп барғанмын. Әрмен сол Жомарт мәселесімен жүрміз. Халықтың, қарапайым халықтың партиясы осының мұқтажын шешу үшін. Ешкімге артық бір тиын ақша бермеңіздер. Өйткені ол жемқорлық рискілерін тудырады. Сіздің құжаттарыңыздың бәрін көрдім, заңды. Осы құжаттың түп нұсқасын жоғалтып алмаңыз. Ешкімнің қолына бұл құжатты бермеңіз. Және де біз өз тарапымыздан да қазір жемқорлыққа қарсы агенттікке шығып жатырмыз Жомарт бойынша. Біз оны аяғына дейін апарамыз. Кім қандай жер сатып жатыр, Жомарттың жерін қанша адам бөлді, және де архитектураның оған қандай қатысы бар екенін біз нақтылап дәлелдеп бергенбіз. Енді осыған қатысты адамдардың бәрін жауапқа тартып, сатып алған жерлерін өздеріне қалдыруға біз талап етеміз. Сонда қазір сіз маған арызыңызды жазып тастап кеттіңіз. Жарайды. Рахмет құрметті қазақстандықтар, бұл видеоны біз жемқорлыққа қарсы агенттікке және Қасым-Жомарт Кемелов-Тоқаевқа жібереміз. Бұл саяжайларға ауыз статусын беру керек екенін тағы да дәлелдейді. Себебі саяжайлар үкімет тарапына өту керек. Ол жерде кім көрінген келіп, басшы болып қарапайым халықты қанап, жерлерін сатуға ешқандай құқығы жоқ. Рахмет.